Бәріңізге сәлем, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода көк пияз қосылып жасалатын дрожжсыз, қатпарлы, өте дәмді лепешка дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға сүтімізді құямыз. Үстіне тұз саламыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Илегіштен өткізілген ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды саламыз. Содан кейін үстіне дайындаған сұйықтығымызды құйып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, жарты сағат 1 сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат тұрғаннан кейін қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөліп, домалақтап илеп аламыз. Енді осы қамырларымызды қайтадан пакетпен жауып қойып қоямыз. Бұл біраз уақыт тұрғанша енді көк пиязын жуып турап аламыз. Қамырымыз 15-20 минут тұрғаннан кейін енді шетінен алып жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ерітілген майымыздың 1/4 бөлігін құйып, майымызды жағып шығамыз. Майымызды жағып болғаннан кейін 10 минутқа осылай қойып қоямыз. Сонда майымыз кішкене қатады. Содан кейін көк пиязымызды сеуіп, қамырымызды ораймыз. Мен қамырды жұқа етіп жаймадым, сондықтан осылай қолымызбен қысып, кішкене созып тартамыз, сонда қамырымыз біздің жұқарады. Видеода көрсетілгендей қамырымызды ораймыз және қалған 3 қамырымызды осылай жайып, орап, барлығын бір ыдысқа салып, бетін пакетпен жауып, холодильникке 20 минутқа қоямыз. Содан кейін міне алып, сразу пергаментке қолымызбен жұқартып жая саламыз, ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Осыдан кейін бетіне жұмыртқаның сары-уызына кішкене сүт қосып, бетіне жағып, 180-190 градуста әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Печкадан шыққан соң жылыдай жесеңіздер, өте дәмді болады және қамыры да осылай хрустящий болады. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.